Саламатсыңдар ма, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан бейбітшілік пен ынтымақтастық жаршысы. Бүгінгі сабақта сендермен қоғамдық саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдауды, орта көлемді монолог дайындауды және белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу керектігін жүзеге асыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін мына бейнероликке назар аударайық. Ей балалар, бері келіңдер. Мынау ойындарың бейбітшілікті көздейтін тәуелсіз елімізге жараспайды. Татулық пен бір тұтастықты мақсат еткен қазақ халқында ауызбіршілікке, бейбітшілікке бастайтын ойын түрі асық ойыны бар. Бұл дәстүрді де дәріптейді. Бірігіп ойлануға да мүмкіндік береді. Қане, жақындаңдар, сендерге үйретейін. Асық ойынын қалай ойнау керек екенін. Балаға жасынан туған еліне, салт дәстүрге құрметпен қарауды, ұлтжандылық пен ынтымақтастықты дарытса, азат еліміздің тұғыры биік, бірлігі мәңгі болады. Ей балақай, сен ұтыпсың ғой. Есімің кім? Бейбіт. Жарайт. Бейбіт заманның ұрпағының есімі де бейбіт болуы керек. Балалар, бейнероликтен нені байқадыңдар? Қандай ой түйдіңдер? Олай болса, мына сұрақтарға назар аударыңдар. Бейбітшілік деген сөзді қалай түсінесіңдер? Бейбіт елдер қатарына қай елдерді жатқызар едіңдер? Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманды сипаттап беріңдер. Әлемде барлық елдер бейбітшілікте өмір сүрулері мүмкін бе? Бейбітшілік сөзін 3 сөзбен анықтап көріңдер. Балалар, осы сұраққа жауап берген болсаңдар, аудио жазба арқылы жолдауды ұмытпаңдар. Сұрақтарға дұрыс жауап береді деген ойдамын. Сендердің ойларың мен үшін құнды. Олай болса, мен сендердің ойларыңды толықтырып кетейін. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді дейді дана халқымыз. Біздің отанымыз
көп ұлтты мемлекет. Қазақстанда түрлі мәдениеттегі ұлт өкілдері бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Еліміздегі көп ұлтты халықтардың татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің ең басты байлығымыз. Қазақстан ынтымағы жарасқан ел. Әлем тыныш болса, еліңде тыныш. Халқының ынтымағы жоқ, дұшпанының алдауына сенген, арбауына көнген. Інісі мен ағасы дауласқан, бегі мен қарашасы жауласқан ел елдігінен айырылады. Бірлік түбі береке. Бейбіт елде сән бөлек, бүлінген елде дау бөлек деп бабаларымыз айтқандай, елдің тыныштығы басты бақыттарымыздың, мақсаттарымыздың бірі. Балалар, олай болса, ары қарай тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Қазақстан ту еткен бейбітшілік пен келісім әлемді құтқарады тақырыбында монолог дайындаңдар. Екінші тапсырма. Дәптермен жұмыс. Оқылым монологын негізге ала отырып, 7 неге тәсіл арқылы сұрақтар құрастырып жазыңдар. Балалар, бүгінгі өткен сабағымыз сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ барысындағы тапсырмаларды мұқият, дұрыс орындайды деп сенім артамын. Олай болса, бүгінгі сабағымызды мына мақал-мәтелмен аяқтағым келіп отыр. Жіп біріксе арқан болар, ер біріксе қалқан болар.